Алматы қаласы Түрксіб ауданы номер 107 лицейдің тарих пәні мұғалімі Сұлтангелдин Әділет Абылхамитұлы цифрлық педагог байқауына 8 сыныптың Қазақстан тарихы пәні бойынша Алаш идеясы және Әлихан Бөкейханов тақырыбын ұсынып отырмын. Биыл Әлихан Бөкейхановтың 160 жылдық мерейтойы кең көлемде аталып өтеді. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Отырыңыздар. Кім жоқ? Жақсы, онда сабағымызды бастайық. Бүгін біздің сабағымыз Алаш идеясы және Әлихан Бөкейханов. Жалпы Әлихан Бөкейханов жайлы не білеміз? Кім қысқаша 2-3 сөзбен айта алады? Әлихан Бөкейханов Алаш партиясын құрған адам. Ол Алаш партиясын өзінің халқы үшін құрған. Өзінің халқы үшін дегенде, яғни біз жалпы айтқанда, өзінің елін тәуелсіз. Әлихан Бөкейханов 1866 жылы Қарқаралы уезінде дүниеге келген болатын. Ол кісі 20 ғасырдың Ресейдің қазақтарға деген қыспағынан қазақтарды алға ұмтылуға жетелеген болатын. Солай 37 жасында өлім жазасына қазаққа еңбегі сіңіп қайтыс болған болатын. Әлихан Бөкейхан түрмеге 3 рет қамалып шыққан, және ол Самарада айдауда болған, және ол 2016 жылы 150 жылдығы болды, ал 2026 жылы 160 жылдығы өтіледі. 1866 жылы 5 наурызда Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханов дүниеге келген. Биыл 160 жылдығы тойланады. Бірақ сезілмейді. Тек қана кабинеттерде, сабақтың аясында ғана өтіп жатыр. Негізі бұл үлкен Қазақстан көлемінде, әлем көлемінде тойланатын мереке болуы қажет. Соны алдын алу мақсатында бүгін Әлихан Бөкейханов жайлы және Алаш идеясы, Алашорда үкіметі жайлы өтетін боламыз. Қысқаша жасанды интеллекттің көмегімен жасалған бір видеоға меңгерген қайраткер болды. Еркін қолданды. Сондай-ақ неміс тілін ғылыми деңгейде түсінген. Бұл тілдерді ол нақты қоғамдық және саяси мақсатта пайдаланды. Ең алдымен орыс тілін Ресей империясының ресми мекемелерінде мемлекеттік дума жұмысына қатысқанда ғылыми мақалалар жазуда және патша үкіметіне Еуропаның саяси ойы мен ғылыми еңбектерін нұсқадан оқуға мүмкіндік берді. Осы арқылы ол батыс елдеріндегі демократия, жер реформасы, ұлттық автономия тәжірибелерін зерттеп, оларды қазақ қоғамына бейімге түсірді. Осылайша Әлихан Бөкейхан үшін тіл жай білім емес, ол мүддесіне қызмет ететін стратегиялық құрал болды. 20 ғасырдың басында қазақ үшін қиын кезең басталды. Қазақ ұлтының өмір сүруінің өзі проблемаға айналды деп жазды Ахмет Байтұрсынов. Осы кезеңде ұлт зиялылары бірігіп, Алаш ұйымын құрып, ел бүтіндігі үшін өз күресін бастады. Көзіңді аш, оян қазақ көтер бас, дінін ашылы халқарам бол, қазағым елді жату жарамас. 1920 жылы жер шекара тағы басқа мәселелері бойынша қысқа видеоны көрдік. Кім не түсінді, қандай әсер алды? Қысқаша 2-3 сөзбен жауап берсек. Әлихан Бөкейханов ол Алаш қайраткерінің ең басты мүшелерінің бірі болды. Және де ол өзінің батылдығымен көптеген жиналыстарда өзінің көш бастап отырған болды. Жақсы. Жалпы Әлихан Бөкейханов Қарқаралы уезінің барысы, Алашорда партиясының намысы болған, және де 20 ғасырда қазақ елін оятуды көздеген, осы орыс, яғни осы КСРО қауымынан аман есен шығып, тәуелсіздікті көздеген болатын. Аяжан? Біз бұл видеороликтен тек қана Әлихан Бөкейханов туралы ақпарат емес, сонымен қатар бүкіл қазақ зиялылар туралы ақпаратты алдық. Сонымен қатар маған ең қатты ұнағаны Ахмет Байтұрсынұлының Ленин басқарушысынан да ақылды болғандығы. Ол Ленинмен сұхбаттасқан кезінде 9 тіл білгеніне таңғалған дегенді білдік. Осыдан кейін Ленин көп жиналыстарға қатысып, қазақ еліне кәдімгідей көңілін бөлген. Алаш зиялылар жайлы айтылған, Алаш зиялылар біз үшін көптеген еңбектерін, маңдай терін төккен, біз оқысын, тоқысын деп Ресей қыспағында болған, соны тоқтату үшін барын саламын.
ең басты Қазақстанда ұлттық автономия негізін қалаған тұлға және сол автономияның басшысы болды. Алашорда автономиясы 1917 жылы пайда болды. Семей астанасы Семей қаласы болды. Баспасөзі Қазақ газеті болды. Қазақ газетінде Алаш бағдарламасы шықты, 10 бөлімнен тұратын, және сол жерде барлық Қазақстан болашақта қалай дамиды түгел сипаттап жазған. Және бұл кісілер Жапония мемлекетінің конституциясын негізге алғысы келді. Және ең соңында осы бұларға түбіне жетті. Яғни Әлихан Бөкейхановқа және басқа да алаш зиялыларына Жапонияның тыңшысы деген айып тағылды. Сөйтіп жаңағы бұл кісілер ату жазасына кесілді. Енді Жапония бүгінгі таңда өте мықты, дамыған технологиялық мемлекет. Егер біз сол заманда Жапонияның жолына түссек, мүмкін бүгінгі таңда біз сол сияқты мықты мемлекет болатын бедік. Және 9 тіл білген дейді. 9 тіл деген біз қазір 3 тіл білмейміз ғой. 3 тіл білмейміз. Ол итальян тілін білген, неміс тілін білген. Біз қазір ютубтан немесе басқандай да оқулықтардан оқисың ғой. Ол заманда ондай мүмкіндік болмаған. Жасанды интеллект болмаған, чат GPT болмаған, басқа да іздейтін құралдар болмаған. Соның өзінде қандай мықты тұлға болған. Жақсы, енді мынандай тапсырма істейік. Алашорда үкіметінің орталығы болған қала. Жақсы, отыра ғой. Так, Сағдар кел. Оқыңыз. Жақсы. Аяжан кел. Әлихан Бөкейхан құрған партия. Оқыңыз. Сөз қойып. Белдеңіз. Жақсы. Кел. Шыққан тегі кім? Әне Шыңғыс ханның тұқымы. Келіңіз. Сымбат шығып осыдан кейін. Оқыңыз. 1917 жылы қандай съезд болды? Бірінші жалпы қазақ съезі. Сымбат. Оқыңыз, соны жауап айтасыз. Бөлім. Тамаша. Осылайша біз Алашорда үкіметіне байланысты негізгі сұрақтардың барлығына жауап бердік. Яғни 10 бөлімнен болды, Семейде болды деген сияқты. Бұл жаңағы жасанды интеллекттің көмегімен жасалған ойын, және болашақта осындай ойындар өткіземіз. Енді балалар үй жұмысын тексеру мақсатында мынандай тапсырма беріледі. Топтық жұмыс. Яғни мына тест. Топқа берілсін. Өз тобымен белгілейді. Домалақтаймыз. Сіз өз тобыңызбен Абылмансұрдеңізді белгілеңіз. Сымбат деп мына жерге жазыңыз да, маған жауаптар маған белгілеңіз. Иә. Балат қысып ғой. Сымбаттың тобы. Мінекейіңіз. Былай не етеміз?
Сымбаттың тобы 16, 80%. 80%-ға жауап бердіңіздер. Так. Аяжанның тобы. Аяжанның тобы 11 ұпай. Қатын оқымайды. Абілдің тобы. Абілдің тобы 17. Және Ақниеттің тобы. Ақниеттің тобы 19. Ұнаса, жақсы болса, жасылды басамыз. Егер жаман болса, қызылды басамыз. Егер түсінбеген жерім бар, әлі де қажет етеді десеңіз, үшіншісін басамыз. Ортаңғысын. Шынайы бағам объективті болу қажет. Жақсы. Жақсы. Жасалған дүние ғой. Енді шынайы өзіміздің ойымызды айтайық. Қысқа 4 топтан бір адамнан шықса. Сымбат, сіздің тобыңыз. Сақ маған өте қызықты болды. Алихан Бөкейхан жайлы жаңа қызықты ақпараттар білдім. Және де өзімнің үй жұмысын істегенімді тест арқылы қорытындыладық. Бүгінгі сабақта жалпы Алихан Бөкейханов туралы көптеген деректер білдік. Және де жасанды интеллект арқылы көптеген ойындар ойнадық. Және де Әділет ағайға рахмет осындай керемет ойын өткізгеніне. Бүгінгі сабақ менің көңілімнен шықты. Ең ұнағаны жасанды интеллектпен жасалынған видеолар болды. Біз Алихан Бөкейхановтың бейнесін көре отыра ақпаратты жақсырақ түсіне алдық. Бүгінгі сабақ өте қатты қызықты болды, себебі жасанды интеллектпен өткен формат әрбір балаға қызықты деп ойлаймын. Сонымен қатар Әділет ағайға үлкен рахмет осындай ерекше форматты өткізгеніне. Сонымен қатар бүгін Алихан Бөкейхан туралы көптеген ақпарат білдік. Маған бүгінгі сабақ өте қатты ұнады, себебі жалпы бұл сабақ арқылы көптеген өткенімізді қайталады, ой-өрісімізді дамыттық. Оқушым Аңсар Алихан Бөкейхановтың 160 жылдық мерейтойына орай өзінің тілегін жазыпты. Тыңдайық. Алихан Бөкейхановқа арналады. Алихан атты қазақ елінің арысы, Қарқаралы уезінің барысы, Алаш Орда партиясының намысы, жол беріңдер бұл қазақтың баласы. Жас кезінде еңбектері қайнаған, орыстар бұл ғалымды қайраған, Ресейдің тұтқынына айналған, қазақтың болашағын ойлаған. Ұмытпай осындай даналарды, мықты ғой ғалымдардың саналары, бекер емес туылған елі үшін қазақтың еңбегі сіңген ағалары.